Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге үшбұрыштар тақырыбына есептер шығаруға көмектесемін. Менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Ал енді оқулықтарыңыздағы алғашқы есеп ретінде 1/57 есепті мен алдым. Бізге үшбұрыштар берілген, өзара тең үшбұрыштар берілген. Яғни ABC үшбұрышы берілген және SKT үшбұрыштары берілген. Екі үшбұрыштар бір-біріне тең дейді. Яғни үшбұрыштардың қасиеті бойынша қандай қасиеттер болады? Үшбұрыштардың бір-біріне тең болатын болса, яғни сәйкес қабырғалары тең деген сөз. Яғни табаны мен табаны тең болады, бүйір қабырғалары мен бүйір қабырғалары тең болады. Түсінікті ма? Бұрыштар мен сәйкес бұрыштары тең болады. Мына бұрыш пен мына бұрыш тең болады, мына бұрыш пен мына бұрыш тең болады, мына бұрыш пен мына бұрыш тең болады. Олай болса кеттік. Ары қарата бізге не берілген? АВ қабырғасы берілген 17 дециметр және К бұрышы берілген 70,8, 100/8. Ары қарата бізге табу керек. В бұрышын табу керек. В бұрышын табу керек. Екінші үшбұрыштың СК қабырғасын табуымыз керек. Кеттік. Олай болса шешімін. Яғни үшбұрыштардың қасиеті бойынша екі үшбұрыш тең болса, оның сәйкес қабырғалар тең деді. Онда АВ тең СК-ға, ВС тең КТ-ға, АС тең СТ-ға. Солай бұдан шығады бізде СК қабырғамыз қанша деген? 17 дециметр дегеніміз шығады. Солай ғой. Ары қарата бұрыштарды, сәйкес бұрыштар тең. Бұрыш А мен бұрыш С тең. Бұрыш Т мен бұрыш С тең. Бұрыш В мен бұрыш К тең. Бұдан шығады бұрыш В қанша градус? 70,118 градус дегеніміз шығады. Бұл бізде бірінші тапсырма. Екінші тапсырма не дейді? Екі периметр салыстырыңдар. АВС үшбұрышының периметрі мына үшбұрыш СКТ үшбұрышының периметрінен үлкен болуы мүмкін бе? Мүмкін бе? Мүмкін бе? Егер олардың барлық сәйкес қабырғалар тең болатын болса, СКТ барлық қабырғалар, сәйкес қабырғалар тең болатын болса, барлық қабырғалардың қосындысы тең деген сөз. Онда периметрларда өзара тең дегеннен шығады. Неге тең? Өйткені барлық қабырғалары бір-біріне тең. Сондықтан олардың қосындысы да әлбетте бір-біріне тең болады. Келесі есеп 1/60 есеп. Бізде не берілген? Бізде үшбұрыш берілген. АВС үшбұрышы берілген. В1 нүктесі АС қабырғасында жатады, бойында жатады. Ал А1 нүктесі ВС қабырғасының бойында жатады. Дәлелдеу керек. А1 мен В1 түзулерінің қиылысатындығын дәлелдеуіміз керекпіз. Олай болса қалай шешеміз? Біз назарымызды аударамыз қай неден? А1 түзуі қай нүктеде қиылысады? ВС түзуімен қиылысады. Қай нүктеде? А1 нүктесіне қиылысып тұр. Солай ғой? А1 нүктесіне қиылысып тұр. Енді осы А1 нүктесіне қарасақ, В нүктесі мен С нүктесі екі бөлек жазықтықта жатыр. А1 түзуіне қатысты екі бөлек жазықтықта жатыр. Мына түзудің екі жағында жатыр. В жоғарғы жағында, С төменгі жағында. Енді ары қарата В1 мен А-сының қиылысуы қай нүктеде? В1 нүктесіне. Енді В1 нүктесіне қатысты мына В1 түзуіне қарастыратын болсақ, А мен С екі жақ нүктеде жатыр, екі жазықтықта жатыр. Олай болса, мына екеуінен шығады. Онда мына екеуінің қиылысады деген сөз шығады. Қараймыз. Мына екеу екі жазықтықта жатыр. Мына жақтады А1 нүктесіне қатысты В мен С да екі жақ жазықтықта жатыр. Бұдан шығады А1 қиылысады В1 мен. Арқада кеттік. Келесі есеп 1/62 есеп. Бізге өзара тең АВС және С1, А1, В1 деген үшбұрыштар берілген. Бұрыш В 60 градус, ВС қабырғасы 8 метр. Дәлелдеу керегіміз бұрыш С-ны табуымыз керекпіз және В1, А1 қабырғасын табуымыз керекпіз. Бұл бізде бірінші тапсырма. Екінші тапсырма. Барлық қабырғалар тең үшбұрыштың периметрлері мынандай теңдік орындала ма дейді. Периметрлер үшін тексерейік. Шешімі: үшбұрыш сызамыз. АВС үшбұрыш С1, А1, В1.
Так, бізде В мен сәйкес үшбұрыштар тең болса, сәйкес бұрыштары тең деген сөз. Бұрыш В мен бұрыш А1 бізде тең. Бұдан шығады бұрыш А1-іміз тең болады 60 градусқа дегеніміз шығады. Так, ВС қабырғасы тең болады А1 сәйкесінше А1 В1 қабырғасына. Бұдан шығады А1 В1-іміз тең болады 8 метрге. Енді С бұрышын табайық. Мынауымыз бізде 60 градус болатын болса, үшбұрыштар мына жерде 60 градус солай ғой, сәйкес бұрыштары да тең болады солай ғой. Онда бұрыш С бізде тең болады 60 градусқа, егер барлық бұрыштары тең болған жағдайда. Я бұрыш А тең бұрыш В тең бұрыш С-ға. Әрі қарата кеттік. Енді келесі екінші тапсырма. Екінші тапсырма не дейді? Периметрін табайық. Егер барлық қабырғасы тең болса үшбұрыштың, ол деп тұрғанымыз АВ қосылған ВС қосылған АС деп тұрған. Бұл бізде барлық қабырғалар тең болса, бұл 3АС-ға тең болады. Солай ғой? Енді салыстырамыз. П-нің орнына 3АС-ны қояйық. 3АС тең болады 2АС қосылған 3В1 С1-ге. Тең бола ма мына екі теңдік? Тең болмайды, яғни мүмкін емес. Келесі есеп 1/66 есеп. А мен В-ның арасы 32 километр, В мен С-ның арасы 18 километр, А мен С-ның арасы 14 километр. Енді бұлар қалай орналасқан бұл нүктелер дейді. Так, онда не істейміз? Бірінші қараймыз. Қараусақ А-В ара қашықтығымыз тең болады В-С мен А-сының қосындысына тең екен. Солай ғой? 18 қосылған 14 тең болады 32-ге. Солай ма? Олай болса, не деген? Бұдан тұжырымнан, осы тұжырымнан шығады. Яғни С А мен В-ның арасында жатады. Не жауап осылай. Мінекей достар, үшбұрыштарға арналған есептер осымен тамам. Оқулықтарыңыздағы келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар. Менің каналымнан алыстамаңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Мен сіздермен кері байланысты күтемін.